Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгін біз сіздермен мемлекет деген тақырыпты өтетін боламыз. Енді бұның алдында сабақта айтқанымдай, біздің әр лекциямыз бір алдыңғы лекция, одан алдыңғы лекциялармен бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан енді бүгінгі лекцияны бастамай тұрып, кішкене бір-екі мәселені алдыңғы сабақтан, әсіресе мемлекетті біз негізгі элемент ретінде қарастырған саяси жүйе туралы қысқаша айтып өтейік. Одан кейін әрине сендермен бүгінгі тақырыпты жалғастыратын боламыз. Құрметті студенттер, біз бұның алдында сабақта екіге бөлейік. Жалпы сабағымыз саясаттану дедік. Енді саясат сендерге түсінетіндей қылайық. Біз бұл саясат тануды көне грек тілінен шықты, немен тығыз байланысты дедік? Қоғамды басқару, яғни басқарумен тығыз байланысты дедік. Әрине, басқару бар жерде біз не дедік? Оны екіге бөліп қарастырдық. Солай ма? Яғни бір жақта басқарушылар бар дедік, екінші жақта басқарылғандар бар дедік. Солай емес па? Енді басқару жүйесінде жалпы біз енді былай тақырыбымыз қоғамды басқару болғандықтан, яғни белгілі бір топтың жалпы көпшілікті басқару болғандықтан, біздің ең негізгі тақырыбымыз кімдермен тығыз байланысты? Басқарушылармен тығыз байланысты. Басқарушылармен тығыз байланысты болғандықтан, жерде әрине билік маңызды рөл атқарады. Неге? Өйткені жалпы қоғамды кімдер ғана басқара алады? Қолында билігі барлар ғана басқарылады. Бұл билікті біз қандай билік деп айттық? Мемлекеттік билік. Яғни онда қысқаша жазып қоя салайық. Мемлекеттік билікті қолда ұстаған басқарушылар жалпы солар қалай қоғамды басқарады? Басқаруда қандай амал тәсілдер пайдаланады? Солармен тығыз байланысты дедік біздің сабағымыз. Енді әрине біз бұл билік түрін қарастырған кезде билікті біз жалпылама екіге бөлдік. Солай емес пе? Биліктің түрін жалпы енді ішкі саясат дейді ғой. Саясат енді билікпен тығыз байланысты болғандықтан ішкі саясат және халықаралық саясат деп екіге бөліп қарастырдық. Енді әрине біз сабақтың басым бөлігін саясаттануда көбінесе ішкі саясатпен тығыз байланысты дедік. Ішкі саясатты зерттеген кезде билік тұрғысынан біз әрине басқарушы тапты, қоғам ішіндегі ықпалды тапты, біз не қылдық? Екіге бөліп қарастырдық. Солай емес пе? Яғни элита және контр-элита дедік. Енді мынау халықаралық саясатқа біз кірмейміз қазірше, оны кейінгі лекцияларды өтетін боламыз. Біз жалпылама, яғни билік түрін, мен не үшін мұны түсіндіріп жатырмын? Өйткені бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мемлекет тақырыбы тікелей осы түсіндіріп жатқан тақырыптармен тығыз байланысты. Біз енді элита мен контр-элитаны жалпы бір қоғам ішінде зерттеген кезде, мынау әсіресе ішкі саясат деп қабылдаңыздар мынаны. Енді бұл ішкі саясатты зерттегенде біз не дедік? Қоғамның ішінде әсіресе билік үшін бір-бірімен таластың жүзеге асырылып жатқан белгілі бір кеңістігі бар дедік. Солай емес пе? Бір қоғамның ішінде. Ол кеңістікті біз не деп айттық? Саяси жүйе дедік. Яғни саяси жүйе дегеніміз жаңағы элита, контр-элита, енді антиэлита да бар.
қоғам ішіндегі ықпалды тұлғалардың билік үшін бір-бірімен қарым-қатынастар жасаған ең негізгі шоғырланған несі кеңістігі. Бұл кеңістіктің ішінде белгілі бір элементтері, яғни құрылымдары бар дедік. Мысалға, сол құрылымдардың ең маңыздысы не дедік? Саяси жүйенің мемлекет дедік. Одан бөлек қысқаша жазайық. Қаржы топтары дедік. Саяси партиялар деп айттық, және үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктер дедік. Мынау жалпы басқарушылардың ішінде, мынау элиталық таптың қоғамның саяси жүйесінде шоғырланған негізгі құрылымы қандай құрылым? Мемлекет. Яғни мынау элиталық тап саясаттануда қайда шоғырланған? Негізі мемлекетте. Мемлекеттің үш негізгі тармағы бар. Қысқаша жазып жатырмын. Атқарушы, заң шығарушы және сот билігі. Демек, мынау ішкі саяси жүйедегі элиталық таптың осы атқарушы, заң шығарушы, сотта шоғырланған, яғни сол жерде басқарып, соның ең жоғары лауазымда отырған кімдер болып табылады? Басқарушылар. Яғни біз жаңағын айттық қой, саясаттану дегеніміз басқару, қоғамды басқару дедік. Демек, мемлекеттік басқару жүйесінде, әсіресе мынау мемлекеттің ең жоғары лауазымында отырған билік тармақтарындағы элиталық тап не қылады? Қоғамды басқарады. Демек, біздің тақырыбымыз тікелей немен байланысты? Тікелей басқару, билік, ішкі саясат, элита түптеп келгенде мемлекеттің билік тармақтарымен тығыз байланысты. Сондықтан мынау саясаттануды жалпы битіп сызып та әкеп көрсеттім сендерге жақсы түсіну үшін. Демек, біздің тамырымыз, ең негізгі зерттеу объектіміз не болып табылады? Мемлекет. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз өте маңызды. Ал контур элитаның ішкі саяси жүйедегі шоғырланған ең негізгі құрылымдары қандай? Ол саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдар болып табылады. Яғни олар осы құрылымдардың шеңберінде. Біз бұларды да кейінгі сабақтарды өтетін боламыз. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз, құрметті студенттер, мынау мемлекет тақырыбы. Бүйтіп сызып қояйық. Бұлар мемлекет тақырыбын әрине қарастырған кезде біз бұл жерде жаңағына айттық, мемлекеттік биліктің негізгі тармақтары бар дедік. Сол үш тармақ тұрғысынан қарастырамыз, өйткені олар біздің сабағымызбен тығыз байланысты. Демек, құрметті студенттер, қоғам ішінде негізі басқарушы тап болып та табылатын жаңағы элиталық таптарды біз не дедік? Ең негізгі мемлекеттік билікті қолда ұстап жатқан тап деп есептедік. Олар атқарушы, заң шығарушы және сот билігінде орналасқан ең жоғары лауазымдар. Бұл лауазымдар әрине қоғамды алға жылжытып, қоғамға белгілі бір мақсат қойып, қоғамды әрине белгілі бір стратегия аясында дамуын қамтамасыз ететін ең негізгі тұлғалар болып есептелінеді. Енді бүгінгі тақырыбымыз осылармен байланысты болды. Бүгінгі біз бұл мемлекетті үш тақырып аясында түсініп білуге тырысамыз. Біріншісі, басқару нысаны тұрғысынан мемлекеттерді түсініп білуге тырысамыз. Мемлекеттік құрылыс тұрғысынан мемлекетті түсінуге тырысамыз. Және үшіншісі, ол да өте маңызды,
саяси режим тұрғысынан түсініп білуге тырысамыз. Осы үш тақырыбымыз біздің мынау атқарушы, заң шығарушы, сот билігі болып табылатын мемлекеттік билік тармақтарымен де тығыз байланысты болып келеді, құрметті студенттер. Енді жалпы бұл тақырыптарға кірмей тұрып, мемлекет деген ұғым қайдан пайда болды? Ол туралы саясаттанушы, ғалымдар, теоретиктер не айтты, не қойды? Соған қысқаша тоқталып өтейік. Енді құрметті студенттер, жалпы мемлекет деген ұғым түптеп алатын болсаңдар, оны зерттеген көптеген ғалымдар, теоретиктер бар. Мысалға, теологиялық теория бар. Теологиялық теория негізі мынау мемлекет деген ұғымның Құдайдың құдіретімен пайда болған алға тартады. Мысалға, Фома Аквинский деген ғалым бар. Фома Аквинский теологиялық теорияның ең негізгі өкілі болып есептелінеді. Бұдан бөлек, мысалға, географиялық теория бар. Географиялық теорияда мысалға Фридрих Рацел, тағы басқа ғалымдар бар. Ол ғалымдар мемлекеттің пайда болуын бір мемлекеттің орналасқан географиялық аймағының ерекшелігімен түсіндіреді. Яғни бір мемлекет қай аймақта орналасты, сол орналасқан аймақтың ықпалы мемлекеттің пайда болуына әкеп соқтырды дейді. Бұдан бөлек, мысалы, патриархаттық теория бар. Әрине бұл теорияны алға тартқан Роберт Фильмер деген ғалым. Роберт Фильмер патриархтық теорияны алға тартқан кезде ол мемлекеттің пайда болуын рулармен, тайпалармен және үлкен қауымдастықтармен байланыстырады. Яғни алғашқы кезде рулар пайда болды дейді, рулардан кейін тайпалар, әрине бұл тайпалардан кейін үлкен қауымдастықтар пайда болды. Ол үлкен қауымдастықтар мемлекеттің пайда болуына әкеліп соқтырды деген бір идеяны алға тартады. Бірақ, құрметті студенттер, мынандай айта кетейік, енді марксистік теорияда бар. Марксистік теория болса, жалпылама мемлекеттің пайда болуын жеке меншік және қоғам ішіндегі бай таптың пайда болуымен тығыз ұштастырады. Бұның алдында сабақтарда мен бір нәрсені сендерге айтып өттім, оны да қайталап кетейік. Біз жалпылама бұл саясаттану сабағында мемлекетті зерттеген кезде саясаттанудағы үш негізгі теориялық парадигмалар бар, бағыт бар. Қай бағыттар ол? Реалистік, марксистік және либералдық, идеалистік бағыт. Біз мемлекетті қай тұрғыдан зерттейміз дедік? Біз мемлекетті реалистік теория тұрғысынан зерттейміз дедік. Яғни реалистік дегеніміз саясаттануда реалистік парадигманы негізі қалыптастырған көптеген ғалымдар бар. Мысалға, Томас Гоббс, мысалға Никколо Макиавелли, мысалға Ганс Моргентау, мысалға Кеннет Уолтс, мысалға Джон Миршаймер, мысалға Стивен Уолт, мысалға Гидеон Роуз. Бұл ғалымдардың барлығы реалистік парадигманың несі болып табылады? Өкілдері болып табылады. Одан бөлек саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерді зерттеген кезде біз не дедік? Біз либералдық теорияны басымдыққа аламыз дедік. Яғни либералдық теория идеалистік теорияда деп айтылады. Көптеген ғалымдар әрине бұның өкілдері болып табылады. Одан бөлек қаржы топтарын зерттеген кезде біз не дедік? Қаржы топтарын зерттеген кезде біз марксистік теорияны негізге аламыз дедік. Өйткені қоғамның саяси жүйесінің, яғни ішкі саясаттағы қаржы топтарының ықпалы, халықаралық саясаттағы қаржы топтарының ықпалының бәрін марксистік парадигмаға негізін қалаған тұлғалар, олар Карл Маркс, олар мысалға Фридрих Энгельс, ол мысалға Владимир Ленин, ол мысалға Иммануэл Уоллерстейн, көптеген ғалымдар бар. Сол ғалымдарды біз негізге алып қарастырамыз. Енді бүгін біз мемлекетті жалпы реалистік парадигма тұрғысынан қарастырғандықтан, бұл жерде әрине Томас Гоббстың және Жан-Жак Руссоның негізгі идеяларын алға тартқанымыз дұрыс. Томас Гоббс мысалға мемлекеттің пайда болуын қоғамдық келісім негізінде ортаға шыққанын тілге тиек етеді. Оның пікірінше, яғни Томас Гоббстың пікірінше, мемлекет бір әміршіге бағынған адамдардың келісімінің арқасында пайда болды дейді. Яғни қоғам бұрынғы дәуір болсын, қазіргі дәуірде болсын, негізі адам баласында не? Белгілі бір әміршіге бас ию, оған бағынуға байланысты өзінің несі бар? Қажеттілігі бар дейді.
сол қажеттіліктің негізінде әмірші мен әрине оған бас иген адамдар арасында не белгілі бір келісім орныған деген. Яғни келісім орнықты дегенден мақсат, мысалға әмірші өзінің билігі қандай салаларда жүргізеді, оның қарамағындағы оған бағынушы адамдардың билігі қай салаларда өз билігін жүргізеді, сол өзінің жүргізетін билігін бір-бірімен келісім арқылы не қылып алады, шектеп алады. Негізі мынау мемлекеттік билік тармақтарда пайда болуына да негізі осы келісім өте маңызды рөл атқарады. Сондықтан біз жалпы енді мемлекетті реалистік парадигма, реалистік теория өкілдері арқылы зерттегендіктен біз Томас Гоббстың идеясын негізге аламыз. Және Томас Гоббс әрине мемлекеттің пайда болуын жаңағыда айтып өткенімде қоғамдық келісім негізінде ортаға шыққанын, қоғамдық келісім теориясын басымдыққа аламыз. Томас Гоббс ол реалистік парадигманың ең негізгі өкілі болып табылады. Өзінің Левиафан атты еңбегі бар, тағы басқа көптеген еңбектерді жазған. Әрине бұл еңбектерді алып оқысаңдар, негізінде мемлекеттің пайда болуын және мемлекеттің әрине басқа құрылымдарға қарағанда не себептен осындай күшке ие екенін түсініп білу қиынға соқпайды, құрметті студенттер. Енді жалпы мемлекет ұғымын қысқаша айтып өтетін болсақ, мемлекет ұғымын да біз әсіресе Макс Вебер деген үлкен бір ғалым бар, саясаттанушы. Оның мемлекет туралы өзіндік бір ойы бар. Ол не дейді? Макс Вебер, мемлекет дегеніміз дейді, күш қолданудың заңды құралына сүйенген адамдардың бір бөлігінің екінші бір бөлігіне үстемдік ету қатынасы дейді. Яғни мынау саяси жүйенің, қоғамдық саяси жүйенің ішінде мемлекеттің басқа құрылымдардан, элементтерден ең негізгі айырмашылығы не? Мемлекет күш қолдана білу билігіне иеленеді. Сондықтан басқа топтар неге ұмтылады? Мемлекеттік билікке ұмтылады. Өйткені бұл топтарда ондай билік, ондай күш жоқ. Көрдіңдер ме, Макс Вебер не дейді? Мемлекет дегеніміз дейді, күш қолданудың заңды құралына сүйенген адамдардың бір бөлігінің екінші бір бөлігіне үстемдік ету қатынасы деп қарайды. Біз негізгі мемлекетті бүгінгі жалпы қарастырған кезде осы Макс Вебердің бүгінгі осы айтқан ойына тікелей келісе отырып, осыны басымдыққа аламыз, құрметті студенттер. Енді жаңа ғана да айттым, мемлекет негізі қоғам ішінде өз билігін күштеп қолдана алатын ең негізгі құрылым болып табылады. Мемлекет сияқты бұндай құрылым қоғам ішінде жоқ, құрметті студенттер. Енді жалпылама мемлекеттің пайда болуын түсіндіріп айтқаннан кейін, мемлекет ұғымы не мағынада екенін айтқаннан кейін, мынаны да айтып кетейік. Мемлекеттің өзіндік бір, құрметті студенттер, белгілі бір ерекшеліктері, элементтері бар. Мысалға, бір құрылымды мемлекет ретінде танып білу үшін ең бірінші не керек? Бірінші, қалай біз мысалға мемлекетті басқа құрылымдардан саяси жүйенің ажырататын ең негізгі элементтері, ерекшеліктері қандай? Біріншіден, мемлекет деп бір құрылымды сипаттау үшін әрине белгілі бір территориялық не керек? Аумақ керек. Белгілі бір шекарамен шектелген территориялық аумақ. Ол бірінші ерекшелік. Екіншісі, бір құрылымды мемлекет деп сипаттау үшін ол территориялық аумақта міндетті түрде не болу керек? Тұрғындар, яғни халық өмір сүру керек. Екінші негізгі элементі. Үшінші негізгі элементі сол белгілі бір шекараның ішінде тұрған қоғамды басқаратын не болу керек? Белгілі бір басқарушылар, басқару бір құрылымы болу керек, міндетті түрде. Және ең маңыздысы, төртіншісі, бір мемлекетті танып білу үшін, ол мемлекет не болу керек? Егеменді, тәуелсіз болу керек. Мемлекеттің ең негізгі элементі, мемлекет саяси жүйенің ішінде ешқандай құрылымға не болып табылмайды? Тәуелді болып табылмайды. Егер тәуелді болған жағдайда, ондай мемлекеттің күші, сипаты не бола бастайды? Әлсіз бола бастайды. Сондықтан мемлекет негізі егеменді, тәуелсіз болуы, тек қана қоғамның ішкі саяси жүйесінде ғана емес, халықаралық саяси жүйеде де мемлекеттің тәуелсіз егемендік болуы ең негізгі несі болып табылады? Элементі болып табылады. Демек,
Мемлекетті танып білу үшін біріншіден ол мемлекеттің белгілі бір территориясы болу керек. Екіншісі, халқың өмір сүретін ол территорияның ішінде халқы болу керек. Ол халықты басқарушы белгілі бір құрылым болу керек. Және төртіншісі, ең маңыздысы, егеменді, тәуелсіз болу керек. Осы төрт элементті біз біріктірген жағдайда, оны біз не деп айтамыз? Ондай құрылымды мемлекет деп айтамыз. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз мемлекеттің ең негізгі жаңа элементтердің біреу дедік, қоғамды басқаратын белгілі бір құрылым дедік. Біз ол құрылымды не дедік? Мемлекеттің билік тармақтары дедік. Мемлекеттің билік тармақтарын біз үшке бөліп қарастырамыз: атқарушы, заң шығарушы және сот билігі. Дүние жүзіндегі мемлекеттердің барлығында негізі бірдей. Атқарушы билікке кім жатады? Үкімет басшысы жатады, министрлер жатады, әкімдер жатады. Бір сөзбен айтқанда, үкімет басшысынан бастап, үкімет басшысына тікелей бағынатын мемлекеттік құрылымның ең маңызды органдары кіреді. Мысалы, жаңа айттық, министрлік, әкімдік, тағы басқа органдар. Заң шығарушы органға дүние жүзінде бәр жерде не енеді? Парламент болып табылады. Әрине біз қазір оны көреміз, парламенттерде де біз жалпы бөлінеді. Мысалға, бір елде бір палаталы парламент болса, кейбір елдерде, мысалға Түркия республикасы. Түркия республикасында парламент бір палаталық парламент. Ал Қазақстан республикасын алып қарайтын болсаңыздар, біздің Қазақстан республикасында парламент екі палаталы болып табылады. Көрдіңдер ме? Яғни кейбір өзгешеліктер бар, бірақ заң шығарушы орган не? Негізі парламент болып есептелінеді. Сот, ол сот билігін бәрін білесіңдер, енді барлық елдерде соттар конституциялық сот және жоғары сот болып бөлінеді. Әрине, әр аймақта жоғары сотқа тікелей бағынышты түрлі аймақтағы облыстық, қалалық соттар болып та бөлінеді. Біз бүгін мемлекеттік билік тармақтарын үш тақырып, мемлекетті танып білу үшін үш тақырып аясында қарастырамыз деп айттық. Біріншісі, басқару нысаны тұрғысынан. Яғни қазіргі таңда әлемде 200-ден аса мемлекеттің бар екені, мысалға, көптеген ғалымдар алға тартады. Сол мемлекеттер танып білу үшін ең бірінші біз несіне баса назар аударуымыз керек? Басқару нысанына. Басқару нысаны дегенге де бұл жерде, яғни саясаттануда бір мемлекеттің басқару нысаны негізі, құрметті студенттер, екіге бөлінеді. Ол монархиялық мемлекеттер бар және республикалық мемлекеттер бар. Монархия мен республика арасында енді әрине көптеген айырмашылықтар бар, бірақ ең негізгі айырмашылық біріншіден монархиялық елдерде мынау мемлекеттік билік, мынау тармақтары атадан балаға не қалады? Мұра ретінде қалады. Ең біріншісі ерекшелігі. Монархиялық басқару нысандағы екінші ең негізгі ерекшелік, монархтың билігі уақытпен шектелмейді. Ол монарх өзі билігінен бас тарту керек, сол кезде ғана, немесе белгілі бір мемлекетті басқарамайтын жасқа келген кезде не болады? Ол өзінің билігінен мұра ретінде өзден кейінгі баласына не қылады? Қалдырады. Монархиялық жүйенің ең негізгі ерекшелігі осы. Республикалық жүйе, мысалға біздің Қазақстан республикасы деп айтамыз. Республикалық жүйе дегеніміз, өз жерде монархиялық жүйеден ең негізгі айырмашылығы, республикалық жүйелерде сайлау процесі жүзеге асады. Яғни мемлекеттің ең жоғары тармақтарына қоғам ішіндегі белгілі бір беделді, ықпалды, танымал тұлғалар не арқылы келеді? Сайлау арқылы келеді. Ол біріншісі. Екіншісі, республикалық елдерде мемлекеттік билік тармақтарына келген тұлғаның билігі белгілі бір уақытпен не? Шектеулі болып табылады. Яғни шектеу мерзімі бар. Мысалға, Қазақстан Республикасының ең жоғары билік тұрғысынан лауазым не ол? Президент. Қазақстанда президент неше жылға сайланады? 7 жылға сайланады, бір рет. Екінші рет сайлану құқы жоқ. Ол конституциямен бекітілген. Көрдіңдер ме? Негізі республикалық елдерде билік легитимді болып табылады көбінесе. Легитимді дегеніміз не? Легитимді дегеніміз қоғам өзінің сайлау арқылы өкілі ретінде көретін тұлғаларды ешқандай қысым көрмей не қылуы? Сайлауы. Және әрине ол біріншісі, екіншісі
мемлекеттік билік тармақтарындағы ең жоғары тұлғалар өзінің қызметтерін конституция аясында жүзеге асырған жағдайда біз ондай билікті не дейміз? Легитимді билік дейміз. Яғни қоғам қысым көрмей өзінің өкілін сайлау процесі арқылы сайлаған жағдайда, біріншісі. Екіншісі, мемлекеттік билік тармағына келген ең жоғары мемлекеттік қызмет лауазымдары конституция аясында өзінің қызметтерін атқарған жағдайда бұндай билік түрін біз не дейміз? Легитимді билік дейміз. Легитимді дегеніміз заңды билік деген сөз. Яғни қоғамның өзінің басқарып атқан тұлғаларын заңды түрде мойындаған билік дейді. Легитимді билік дегеніміз. Демек, республика мен монархия арасындағы айырмашылықты түсіндік па? Ең негізгі айырмашылық. Енді монархияда өз ішінде, құрметті студенттер, үшке бөлінеді. Негізі абсолютті монархия, конституциялық монархия және теократиялық монархия. Кейбір ғалымдар бұған төртінші тағы бір бөлімді қосады, ол дуалистік монархия. Қысқаша түсіндіріп өтейік. Енді монархияны біз жаңа ғана түсіндірдік. Ол атадан балаға мұра ретінде қалады, және монархтың билігі уақытпен шектелмейді дедік. Абсолютті монархия дегеніміз, құрметті студенттер, мынау мемлекеттің билік тармақтары бар ғой, атқарушы, заң шығарушы, сот билігі. Бұл тармақтардың бәрі бір ғана тұлғаның билігінде шоғырланған. Ол кім? Монархтың билігінде. Егер дүние жүзінде мынау мемлекеттік үш билік тармағының бір ғана адамның қолында шоғырланған бір жүйені көрсеңдер, ондай жүйені біз не дейміз? Абсолюттік монархиялық жүйе. Және абсолюттік монархияда монархтың билігін шектейтін бір күш жоқ. Яғни монарх мемлекеттік биліктің барлығын тетіктерін өз қолында ұстап атқан жүйе болып табылады. Атқарушы билікке сайланатын болса, оны кім сайлайды? Монарх сайлайды. Заң шығарушы парламентті қалыптастыруда монархтың билігі шексіз, әрине сотқа да белгілі бір деңгейде ықпалы бар, құрметті студенттер. Бұндай жүйені біз не дейміз? Абсолюттік монархия дейміз. Қазіргі таңда әлемдік деңгейде бұндай мемлекеттер бар ма? Бар. Мысалға Сауд Арабиясы, мысалға Катар сияқты елдер. Енді бұндай елдер көбінесе таяу шығыс аймағындағы араб мемлекеттері деп айтсақ болады. Екіншісі конституциялық монархия. Конституциялық монархия дегеніміз, бұл елде монарх бар, бірақ монархтың атқарушы мемлекеттік биліктің атқарушы билік тармағына, заң шығарушы билік тармағына және сот билігіне ықпалы мүлдем жоқ. Яғни монархтың билігі конституциямен не қылған? Шектелген. Мысал ретінде айтсақ, Ұлыбритания. Мысал ретінде айтсақ, Жапония. Енді Ұлыбританияда патша, Жапонияда император қалыптасқан. Қазіргі таңда дүние жүзінде императоры бар ел біреу ғана, ол Жапония. Бірақ ол жерде патша болса да, мысалы Ұлыбританияда, Жапонияда император болса да, ол императорлардың атқарушы билікке, заң шығарушыға және сот билігіне ықпалы өте төмен. Сондықтан атқарушы билік, заң шығарушы, сот билігі конституциялық монархиядағы монархқа тікелей тәуелді емес. Өз қызметтерін өздері жүргізеді. Кейбір саясаттанушылар конституциялық монархиялық жүйені республикадағы парламенттік басқару жүйесіне ұқсатады. Себебі конституциялық монархияда атқарушы билік, заң шығарушы билік ең маңызды мемлекеттік билік тармақтары болып табылады. Бұл билік тармақтарына ең көп ықпал етуші ол саяси партиялар болып табылады. Яғни конституциялық монархияда саяси партиялардың күші орасан зор. Яғни конституциялық монархияда элита мен контр-элита арасында, яғни мемлекеттік билік тармақтарында отырғандар мен контр-элита сол мемлекеттік билік тармаққа ұмтылушы тұлғалар арасындағы бәсекелесі не болып табылады? Өте жоғары деңгейде болып табылады. Ол өз кезегінде неге көбінесе ұқсатады? Республикалық жүйедегі парламенттік басқару нысанына ұқсатады. Сондықтан, егер мысалға атқарушы, заң шығарушы, сот билігіне ықпалы өте төмен
мемлекетті көретін болсаңдар, бірақ ол жерде монарх, патша немесе император болатын болса, ондай басқару нысанын біз не дейміз? Конституциялық монархия дейміз. Теократиялық монархия дегеніміз, ол көбінесе мынау атқарушы, заң шығарушы, мынау мемлекеттік билік тармақтары діни негізде қалыптасқан не болып табылады? Мемлекеттер болып табылады. Яғни бұлар ол елде әрине атқарушы, заң шығарушы, сот билігі болуы мүмкін, бірақ олардан да жоғары тұратын бір діни басшы болады. Және елдегі билік тармақтары, елдегі қоғамның саяси жүйесі көбінесе діни қағидаттарға сәйкес жүргізіледі. Бұндай мысалға елдер бар. Бұндай елдерде мысалға бір жағынан дін басшысы белгілі бір мөлшерде монархқа ұқсатуға болады. Өйткені билік тармақтарының барлығы тікелей сол неге байланысты? Сол билік басына, дін басшысына тікелей байланысты. Сол кісінің бағыт бағдары аясында, сол кісінің негізі бақылауында не қылады? Мемлекеттік билік тармақтары өз қызметтерін жүзеге асырады. Бұндай елдер әрине бар қазіргі таңда. Дуалистік монархия дегеніміз бар, құрметті студенттер. Дуалистік монархия дегеніміз, бұндай елдерде монарх бар, бірақ монархтың атқарушы билікке деген ықпалы өте мол, алайда заң шығарушы билікке ықпалы өте төмен. Бұндай елдерді біз дуалистік монархиялық ел дейміз. Яғни кейбір елдерде монарх бар, ол жерде монарх үкімет басшысын, министрлерді, әкімді тікелей өзі тағайындайды. Яғни атқарушы билік толыққанды оның қолында, бірақ парламенттің ішіндегі депутаттарға ықпалы өте төмен. Яғни олар, онда депутаттар мысалы сайлау арқылы келуі мүмкін, тағы басқа жолдар арқылы депутаттар қалыптасуы мүмкін. Ондай мысалға заң шығарушы парламентке ықпалы өте төмен болған елдерді біз не дейміз? Дуалистік монархиялық елдер дейміз. Бірақ дуалистік монархиялық елдерде монархтың заң шығарушы, яғни парламентке ықпалы екі тәсіл арқылы жүзеге асады. Біріншісі, басқа монархтарға қарағанда, біріншісі ол парламентті тарату құқығына иеленеді. Ол біріншісі. Екіншісі, мысалға депутаттар оған қол қою үшін белгілі бір заңды жіберген кезде, ол заңды қайтару құқығына иеленеді дуалистік монархияда. Ең негізгі ерекшелік осы. Бірақ құрметті студенттер, демек біз монархиялық басқару нысанын абсолюттік, конституциялық, теократиялық және дуалистік деп бөліп қарастырдық. Қазіргі таңда бұған қатысты елдер бар. Екіншісі, әрине басқару нысаны республикалық елдер дедік. Бұның ерекшелігін атап өттік жаңа ғана. Не дедік? Біріншіден, бұл жерге билік тармақтарына келген адамдар сайлау арқылы келеді. Екіншіден, олардың биліктері белгілі бір уақытпен шектеулі. Республиканы біз өз ішінде не қыламыз? Екіге бөліп қарастырамыз. Президенттік және парламенттік. Мынанда айта кетейік, кейбір саясаттанушылар бұған аралас жүйенде қосады, үшінші ретінде. Аралас республикалық басқару жүйесі. Президенттік басқару нысанына Америка Құрама Штаттарын айтсақ болады. Мысалға, жақында Америка Құрама Штаттарында не болды? Президент сайланды. Америка Құрама Штаттарында президент 4 жылға сайланады. Және Америка Құрама Штаттарында президент атқарушы билікке тікелей өзі жауапты, және атқарушы биліктің несі болып табылады? Басшысы болып табылады. Яғни Америка Құрама Штаттарында үкімет басшысы деген ұғым жоқ. Вице-президент бар, vice-президент дейді. Бірақ жалпылама барлық атқарушы биліктің жауапкершілігі кімде? Президентте. Президенттің заң шығарушы, президенттің сот билігіне ықпалы төмен. Яғни президенттік басқару нысанында атқарушы биліктің атқаратын қызметі мен билігі не? Белгілі. Соның аясында жүзеге асырады. Мысалға, заң шығарушы билік Америка Құрама Штаттарында конгресс дейді. Конгрессте ол жерде 2 палатадан тұрады. Олардың да атқаратын қызметі, билігі белгілі. Яғни заң шығарушы билік атқарушы биліктің қызметіне араласпайды, атқарушы билік заң шығарушы биліктің қызметіне араласпайды. Сот билігі өзіндік бұндай елдерде тәуелсіз болып табылады. Неге? Себебі сот билігі көбінесе республикалық елдерде атқарушы мен заң шығарушы билікке тәуелді емес. Олар әділ,
және тәуелсіз шешім шығаруға басымдық бергендіктен сот билігі екі мемлекеттік биліктің тармағына не қылмайды, бағынбайды. Сондықтан мысалға президенттік басқару нысанына мысал ретінде біз Америка Құрама Штаттарын берсек болады. Қазіргі таңда ең маңызды елдердің біреуі. Парламенттік республикаға. Мысалға парламенттік республика бұл Германияны айтсақ болады. Парламенттік республикада мемлекеттік билік тармақтарының ішінде заң шығарушы парламент атқарушы билікке қарағанда басым күшке ие. Яғни, мысалға парламенттік республикаларда саяси партиялар, қоғамның саяси жүйесіндегі саяси партиялар өте маңызды рөл ойнайды. Қай саяси партия? Біз бұның алдында да мысалға Дэвид Истеннің теориясын негізге ала отырып нені түсіндірдік? Саяси жүйенің сыртқы кеңістігі бар дедік. Солай емес па? Сыртқы кеңістік дегенімізде ол қоғам. Сыртқы кеңістіктің, яғни қоғамның ең көп қолдауын алған саяси партия не қылады? Саяси жүйенің ішінде күшейеді. Күшейгеннен кейін, әрине, сайлау процесінде ол партия не қылады? Ең көп дауысты жинау арқылы қайда ұмтылады дедік? Заң шығарушы парламентке ұмтылады. Парламенттік республикада ең көп дауыс жинаған саяси партия мынау заң шығарушы парламенттік жүйенің ішінде ең көп орынға еленеді. Ең көп орынға еленгендіктен ол мынау атқарушы биліктің үкімет басшысын тікелей не қылады? Сол партия сайлап шығарады. Яғни парламенттік республикада көбінесе үкімет басшысы мен президентті кім сайлайды? Парламент сайлайды. Парламенттің ішінен шығады. Ал президенттік басқару нысанында президентті тікелей кім сайлайды? Тікелей халық сайлайды. Яғни арадағы айырмашылықты көрдіңдер ғой, яғни парламенттік республикада президент пен үкіметті көбінесе қай саяси партия ең көп орынға ие, сол не қылады? Сайлап шығарады атқарушы билікте, ал президентті тікелей халық сайлайды. Сондықтан ең негізгі айырмашылық осы, құрметті студенттер. Бұдан бөлек аралас әрине басқару нысаны бар. Бұл Франция республикасын айтсақ болады. Франция республикасында аралас болғанда мынаны түсіну керек, құрметті студенттер, бұл жерде президент те тікелей халық тарапынан сайланады, және депутаттар да не қылады? Тікелей халық тарапынан сайланады. Бұндай елдерде үкімет басшысы бар. Үкімет басшысы атқарушы биліктің басшысы ретінде президентке де тікелей не болып табылады? Жауапты болып табылады, және парламентке де жауапты болып табылады. Бұндай жүйемен қалыптасқан басқару нысаны біз не дейміз? Аралас республикалық елдер дейміз. Яғни президенттікке Америка Құрама Штаттар, парламентке Германия, араласқан не дедік? Франция республикасын алып қарасаңдар болады. Құрметті студенттер, мемлекеттік құрылыс тұрғысынан қысқаша әрі нұсқа айтып өтем. Мемлекеттік құрылысты біз үшке бөліп қарастырамыз. Қысқаша жаздым. Унитарлы мемлекеттер бар әлемдік деңгейде, федерациялық, конфедерациялық. Унитарлы мемлекет не? Унитарлық мемлекет дегеніміз бір тұтас деген сөз. Мысалға, Қазақстан Республикасының конституциясын қарасаңдар, біздің конституцияда біздің еліміз қандай? Унитарлы мемлекет, бір тұтас мемлекет. Оны қалай түсінуге болады? Мысалға, Қазақстан Республикасының ішінде 17 облыс бар. Солай емес па? 2 маңызды қала бар. Шымкент пен Алматы және біздің Астанамыз бар. 17 облыс пен 2 маңызды қала тікелей қайда бағынады? Астанаға, орталыққа бағынады. Бұлар Астанаға бағынбай өзіндік бір жүйе орната ма? Орнатамайды. Олар тікелей өзінің басқару нысанында бір орталыққа ғана бағынатын бір тұтас мемлекеттер біз не дейміз? Унитарлы мемлекет дейміз. Унитарлы мемлекетте бір ғана конституция болады. Унитарлы мемлекетте мемлекеттік басқару тармақтарын басқаратын бір ғана орталық болады. Унитарлық мемлекетте бір ғана Астана болады. Унитарлық мемлекетте, құрметті студенттер, бір ғана президент болады. Бұндай мемлекетті біз не дейміз? Унитарлы мемлекет дейміз. Федерациялық мемлекет. Федерациялық мемлекеттер мысалға Ресей Федерациясын алып қарауға болады, Америка Құрама Штаттарын айтуға болады. Бұндай елдерде, құрметті студенттер, мемлекеттің ішінде автономиялық округтар құруға, мемлекеттің ішінде қосымша, яғни субъект ретінде, федерацияның субъекті ретінде қосымша республикалық құрылымдар құруға не қылады? Рұқсат беріледі. Бұндай елдерде мысалға құрылған республикалардың өзіндік мемлекеттік билік тармақтары болады. Олар өзінің президентін, өзінің атқарушы билігін, заң шығарушы сот билігін өз ішінде өздері қалыптастырады.
Бірақ мынаны айту керек, федерациялық елдерде сыртқы байланыстар тікелей қайда бағынады? Орталыққа бағынады. Мысалға, Америка құрама штаттарында, United States of America дейді, Америка құрама штаттарында әр штаттың өзінің несі бар? Белгілі бір басқару жүйесі бар. Яғни, өзінің ішінде өз аймағымды қалай басқарам, оған ешкім араласпайды. Орталық араласуы мүмкін. Қандай жағдайда? Қауіпсіздік мәселесі болған жағдайда. Яғни, қауіпсіздік мәселесі болған жағдайда, әрине орталық оның ішкі саясатына, ішкі мемлекеттік басқару жүйесіне араласуы мүмкін. Бірақ көбінесе орталық ондай ішкі басқару жүйесіне, яғни әр штаттың ішкі басқару жүйесіне не қылмайды? Араласпайды. Негізінде араласпайды көбінесе. Бірақ олар сыртқы байланыстарын жүргізген кезде олардың орнына кім жүргізеді? Орталық жүргізеді. Мысалға, Вашингтон. Түсінікті ғой. Яғни унитарлы мемлекет бір тұтас дегеніміз сөз, өз жерде унитарлы мемлекетте ешқандай автономиялық, республикалық, яғни орталыққа бағынбаған өзіндік бір саяси жүйе құруға рұқсат берілмейді. Федерациялық елдерде облыстардың өзіндік аймақтарында белгілі бір деңгейде автономиялық округ, республика құруға рұқсат беріледі, бірақ олар сыртқы байланыстарында тікелей орталыққа тәуелді. Конфедерациялық ел дегеніміз бірнеше тәуелсіз мемлекеттің белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыру үшін құрылған бірлестігі болып табылады. Мысалға, Еуропалық одақ. Бұндай елдерде мемлекеттер тәуелсіз болып табылады. Бұл конфедерация, бұл бірлестіктен шығамыз десе өз еркі. Мысалға, Ұлыбритания. Ұлыбритания не қылды? Брекзит деп айтады. Ұлыбритания Еуропалық одақ ұйымынан өз еркімен шықты. Оған ешкім кедергі жасамады. Бұндай бірлестіктерді, яғни бірнеше тәуелсіз мемлекеттің белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыру үшін бірлескен құрылымын біз не дейміз? Конфедерация дейміз. Саяси режим тұрғысынан, құрметті студенттер, біз оны екіге бөліп қарастырамыз. Демократиялық және демократиялық емес саяси режимдер, яғни мемлекеттер танып білу тұрғысынан. Демократиялық емес саяси режимдерді біз екіге бөлеміз. Авторитарлық және тоталитарлық бол. Демократиялық мемлекеттер мен демократиялық емес мемлекеттер танып білу үшін кейбір критериялар бар. Мысалға, The Economist деген әлемдегі ең ықпалды журналды білесіңдер ме? Бұл журнал жыл сайын дүниежүзіндегі мемлекеттерді демократиялық тұрғыдан өлшейді, кейбір критериялар бар. Енді бұл критериялар өте көп. Ол негізі 60-тан аса критериялар негізінде әр мемлекетті не қылады? Бір-бірімен салыстырмалы түрде демократиялық па, демократиялық емес па не қылады? Сол критериялар арқылы зерттеп өлшейді. Біз бұл жерде негізгілерін атап өтейік. Бір елдің демократиялық ел мен демократиялық емес елдердің ең негізгі өлшем шарты біріншісі бостандық. Ең негізгі өлшем шарты. Бұл бостандық бұқаралық ақпарат туралы сөз бостандығы болуы мүмкін. Екіншісі, ең негізгі критерия, әрине, бұндай елдерде көбінесе адам құқықтары жоғары деңгейде сақталады. Демократиялық елдерде. Енді демократиялық емес елдерде әрине адам құқықтары белгілі бір мөлшерде шектеледі. Одан бөлек, әрине, демократиялық елдерде азаматтық қоғам қалыптасады. Азаматтық қоғам дегеніміз қоғамның ішінде өзінің еліне немқұрайлы қарамай, өз пікірін, ойын билік басындағыларына жеткізе білетін, яғни ешқандай қысым көрмей жеткізе білетін, қорықпай жеткізе білетін белгілі бір қауымның қалыптасуы. Бұл да азаматтық қоғам демократиялық ең негізгі өлшем шартына жатады. Одан бөлек плюрализм дейді. Яғни плюрализм дегеніміз әртүрлі деген сөз. Яғни демократиялың ең негізгі өлшем шарты плюрализм. Мысалға, демократиялық елдерде саяси партияларға қарасаңдар, көптеген саяси партиялар қалыптасады. Мысалға, Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет. Қазіргі таңда біздің елімізде ресми түрде тіркелген 7 саяси партия бар. 7 саяси партияны алып қарасаңдар, жетеуінде бағыттары, жетеуінде мақсаттары, жетеуінде ұстанған бағдарламалар не? Бір-бірінен әртүрлі. Бұл не деген сөз? Демек, Қазақстан демократиялық бір мемлекет болып есептелінеді. Тағы басқа өлшем шарттары бар, құрметті студенттер, бірақ ең негізгі өлшем шарты осы. Яғни бір әлемдегі бір мемлекетке қарасаңдар, ол елде бостандық бар ма? Адам құқықтары сақталып жатыр ма? Плюрализм бар ма? Азаматтық қоғам қалыптасқан ба? Қоғам ашық па? Сыртқы елдермен байланыстарға. Соны негізге алып зерттесеңдер, егер бәріне жаңағы позитивті жауап беретін болсаңдар, онда ел не болып табылады?
демократиялық болады. Демократиялық емес елдер жаңағы айтылған критерияларға мүлдем қайшы жүрген мемлекеттерді айтады. Бұндай мемлекеттер екеу, авторитарлы, тоталитарлы. Тоталитарлы мемлекеттерде көбінесе бұларды диктатура дейді. Яғни бұл жерде көсем ең маңызды рөл атқарады. Қоғам ішінде белгілі бір идеология болады. Қоғамның ішінде бір ғана партия қалыптасады, және қоғамның барлық саласы, өмірінің барлық саласы не? Бақылауда ұсталынады. Кімдер тарапынан? Енді мемлекеттік билік тармақтары тарапынан. Қатаң бақылауда ұстайды. Авторитарлық жүйе белгілі бір мөлшерде, ол демократиялық жүйенде өз ішінде қалыптастырған, белгілі бір мөлшерде тоталитарлық жүйені қалыптастырған. Бірақ кейбір саясаттанушылар авторитарлық жүйені тоталитарлық жүйемен салыстырғанда мынаны айтады. Авторитарлық жүйе негізі өзін сыртқы әлемге демократиялық ел ретінде көрсетуге тырысады, бірақ түптеп келгенде ішін зерттесең, іші не болып табылады? Белгілі бір мөлшерде тоталитарлық жүйеге сай болып қалады. Яғни қалай? Яғни бір мемлекеттің ішінде көптеген саяси партиялар бар, бірақ ол саяси партиялардың ішінде бір саяси партия ең күшті ықпалға ие. Мысалға, авторитарлы жүйелер не дейді? Дүние жүзіне қалай көрсетеді? Міне көрдіңдер ме? Біздің елімізде көптеген саяси партиялар бар деп не қылады? Өзің демократиялық ел ретінде сыртқы елдерге танытады. Бірақ алайда түптеп келгенде, егер оның ішкі қоғамның саяси жүйесін зерттесең, бұл жерде не болып табылады? Бір ғана саяси партия үстемдікке иеленеді. Яғни кейбір саясаттанушылар жаңағыда айттық, пікірінше авторитарлық жүйе өзін басқа дүние жүзіндегі әлемдерге демократиялық ел ретінде көрсетіп, бірақ ішкі саяси жүйесі белгілі бір мөлшерде тоталитарлық жүйемен сәйкес келетін елдерді айтады. Ал тоталитарлық жүйе ол сыртқы елдерге өзін демократиялық ел ретінде көрсетпей, ол ашық-ашық өзін мен тоталитарлы ел ретінде танытатын мемлекеттер болып табылады. Олар да қатаң саяси тәртіп орныққан. Яғни белгілі бір мөлшерде, құрметті студенттер, саясаттанушылар авторитарлық жүйеде, яғни 50% белгілі бір мөлшерде демократияға қадам басқан, 50% тоталитарлық жүйеге қадам басқан, 50% тоталитарлық жүйе бар, 50% демократиялық жүйе. Екеуін бір-біріне бірлестіріп, екеуін бір-біріне байланыстырып, ұштастыратын елдерді, мемлекеттерді не дейміз біз? Осындай елдер дейміз. Құрметті студенттер, бүгінгі сабақта біз сендермен бұның алдында сабақтармен байланыстыра келе мемлекеттік басқару нысанын қарастырдық. Бұл мемлекеттік басқару нысанын мемлекеттік билік тақтарымен байланыстырдық, мемлекеттік құрылысты айттық және саяси режимдерді айттық. Бүгінгі лекциямызды осымен біз аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар.